6 болды. Оны 7-ге дейін ойнаймыз. Кім соңғы гол соқса, сол ұтады. Жүріңдер, балалар, сөйлесейікші. Онда біз лимонад ішеміз. Лимонад? Мен команда капитаны. Мен бірінші ішем. Бұл енді менікі. Бізде шетін едік қой. Ойыл, үнемі сізді қой. Қазір гол жіберсең, басыңды жұлам. Мен саған айттым бағана, енді басыңды жұлам. Жұлма менің басымды. Менің басым жұлма. Онда не, шығасың ба? Шықпайым. Шықпайым. Болмайды шыққан. Қойш, теспеш. Қашары, қаш. Не онда? Сен менімен шығасың ба? Самир шықпайды, Самир де шықпайды. Шықса шығам. Әділ, намаз! Қораға, Ертең қолға түсесің. Мен қорққан жоқпын. Намазды қалдырмау керек қой. Апама Москваға бара алмай қалсыншы. Амин. О, Құдай, саған рахмет. Апама Москваға барайыншы. Біз екеуміз өмір бойы бірге болайықшы. Апамның жұмысы жеңіл қылшы. Аллах тағала Құранда бұлай дейді: Лиллахи аля аннаси хаджул байти мани астатаға иллахи сабила. Аллах тағала жағдай бар адамға өмірінде бір рет қажылық жасауды парыз етті. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам өзінің берекелі хадисінде бұлай деп айтты: Аль-хаджул мабрур лайсаллаху жазаху илля джанна. Кім қажылықты ізгі амалдармен орындаса, қабыл болған қажылық үшін жәннаттан басқа сауап жоқ. Ілгері бір заманда Жолдыбай деген диірменші адам апасының разылығын алам деп, апасын атқа мінгізіп, қажылық сапарға аттанып кеткен екен. Жолда көп қиыншылықтарға жолығып, ат өліп, екеуі жаяу қалған екен. Ол сонда да жолдан кері қайтпастан апасын көтеріп, Меккеге алып барған дейді. Қажылық парызын атқарып, апасының да разылығын алған дейді. Міне осылай қадірменді мұсылман бауырлар. Қазіргі күні бұрынғыдай жаяу, түйемен, атпен жүретін заман емес. Самир! Ойнайсың ба? Бері кел. Мен күшті сурет салдым, қарашы. Білесің бе, сен бар ғой, апаңдыршы. Әй бала, мен қарындаштарға теме деп едім ғой. Бас аяғыңды. Бол! Мен саған не деп едім? Мына құлағыңа қорғасын құйып алдың ба? Мен жай апамның Меккеге бара жатқан салайын дегем. Апаң Меккеде не жоғалтып қойыпты? Білем сол қатынның. Москвада сайран салып жүргені. Жүр, қозғас де. Мен де апамды жай Меккеге апарам. Екеуміз таулардан, сулардан, шөлдерден өтеміз. Көресің ғой, мен еш нәрседен қорықпаймын. Сосын екеуміз жүре береміз. Елдер қайсы жаққа бұрылып намаз оқыса, сол жаққа кете береміз. Апамды жай Меккеге апарсам, апам жұмаққа кіреді екен ғой. Жаяу алып барсам, апам жұмаққа кіре ме? Иә. Жұмаққа ма? Әділ, қайда? Апа! Апа! Апа!
Apam. Elçi. Kırmıyor olacak. Kudalar var. Kızıl gülüm senin. Ay 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 göçüdüme. Apa. Al balam, ne oldu? Kettik apa. Kayda botan? Jumakka.